Сәлем достар, сіздермен болған Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде қалаптың жалғасы Жауыз өмірдің 3-ші бөлімі. Ал достар, 4-ші бөлімі уже бізде соңғы сериясы. 4-ші бөлімі әрине де Нази Токада шығатын болады, Нұрайлым Токада. Мінекей осы каналда шығатын болады. Сіздерге біздің қалап ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса біздің еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик кетіңіздер. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Біздің еңбегімізді бағалап жүрсіздер. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Ал ендеше біз сериямызды бастаймыз. Кеттік. Так, мына киімді жууға тастауым керек. Және де мына киімді тастай салайыншы. Бекер парни киім алдық қой. Бір түрлі қойшы. Тастай саламын қойшы, не керегі бар маған. Кеш батқан соң. Так, менде кешкі ужин. Кім ызыңдаватыр екен? Так, жәнегі ұл емес пе екен? Алло, бұл кім? Мен ғой жәнегі ұл. Я деген нес, жындысың ба? Не болып қалды? Не үшін звондап тұрсың? Мен кешкі ужин ішейін деп жатыр едім. Давайте сосын звондаймын. Жарайды, ас болсын. Рахмет. Жарайды, мен де ішейін деп жатқам ғой. Жарайды, саған да ас болсын, пока. Пока. Өлә, қатырады ғой, өзі звондап алып. Я деген нес. Жарайды, кешкі асымды ішейін. Дәмді болыпты ғой. Маған хот-дог ұнайтшы. Және де өзімнің лимонадымды ішіп алайын. Мінекей, кешкі ужинді ішіп алдым. Өте дәмді болған. Ендеше мен кеттім. Кешкі табиғат өте күшті екен ғой. Маған ұнап қалды. Прекрасно болып көрінеді. Осылай ауа жұтып тұру керек екен ғой анда-санда. Маған қатты ұнады. Мынау тағы кім? Мынау жәнегі нөмер емес пе? Не бәле, звондай беретін ес? Ала салайыншы. Алло, не болды? Неге звондай бересің? Енді сөйлесейік деген едім. Уже түн батты ғой, мен ұйықтайын деп жатырмын. Жуынып дегендей. Сен ұйықтамайсың ба? Жоқ, мен ұйықтамаймын әлі. Мен сағат 3-2-де ма ұйықтаймын. Мен өзі ерте ұйықтап қалам. Сонда сен азанда қаншада тұрасың? Мен болса сағат 8-де или 9-да тұрамын. Ал сен ше? Мен сол сағат 11-де ма 12-де ма тұрам ғой. Ертең қыдырсақ деймін. Білмеймін. Ойланып көрші. Енді ертең қолым бос па? Ертең қолым бос екен. Жарайды, қыдырсақ қыдырайық. Сағат қаншаға? Сағат 1-де кездесейік. Жарайды, сау бол. Сау бол. Так, ертең біз уже қыдырамыз. Күшті болды ғой. Телефонымды қоя салайын. Мен ертерек жатайын. Жарайды, ендеше мен ұйықтайын, маған қайырлы түн. Таң атыпты, тұрайын. Ендеше барып жуынып келейін. Так, телефонымды көрейінші, сағат қанша болыпты? Так, сағат 8 болыпты. Қоя салайын. Ендеше кеттім, жуынып келейін. Так, тісімді жақсылап жуып-алайын. Мінекей осылай. Тоқта, мен бүгін қыдырады екем ғой. Кешегі ұл мен есімі кім еді, ұмытып қалдым ғой. Мен соған неге барам, ұмытып кетіппін ғой. Анау әдемі киімімді кием ба десем, көйлегімді. Анау сатқын ұрлап кетті. Соны киіп барам ба десем, бекер арастым ғой сомен. Ол мені пайдаланып жүргенде ше, менің киімдерім бәрін киіп кете береді ше, еще менің косметикаммен қолданады. Кішкене гигиена деген болу керек қой. Өзінің киімі жоқ па, боянатын заты жоқ па.
Мен не кисем болады екен? Туй, шыдасып кеттім ше. Неге сағат қанша болған? Уже сағат 11 болған. Мен 1 сағат ойланып тұрған ба? Туй, мынан кейін ба ақ көйлектім. Қойшы, или мынау? Жоқ, мынау ше, қуасың ба? Бұл шортик пен футболка ғой. Туй, ойлану керек маған. Мана әдемі көйлегімді киетін едім ше, оны да ұрлап кетті ғой. Туй. Кім звондап жатыр? Кешегі ұлма атын жаттап алу керек еді. Ұмытып қалдым ғой. Алайын. Алло, не істеп жатсың? Дайындалып жатсың ба? Я, дайындалып жатырмын, ал өзің? Я, мен уже шығып кеттім, бара жатырмын, маған мекен-жайыңды жіберсең. Уже келатсың ба? Я, не болып қалды, сен дайын емессің бе? Мен енді дайындалып жатқан едім, не киетінімді білмей жатырмын. Енді сен не кисең де маған ұнайсың ғой. Не дейсің? Дұрыс естімей қалдым. Жоқ, еш нәрсе. Бәсе, енді қазір мақұл мекен-жайымды жіберемін. Күт. Туй, бұл да келе тұр ғой. Так, мына ақ көйлегімді кие салайын, и болды. Так, енді көзіме тен жаға салайын, и потом болды. Мінекей, осылай жаға салайын. Болды, боянып мына жерде тұра берсінші, кейін жинаймын. Телефонымды алайын, сағат қанша болыпты? Так, ой, мынау кім? Алло, бұл мен ғой, шықсай келіп тұрмын. Я, қазір шығамын, күт. Ендеше кеттім. Біз қайға келдік? Киноға келдік ба? Жоқ, бұл театр ғой, сен театрға бармағансың ба? Жоқ, бір рет ақ барғам. Нормально ұнады. Енді екінші рет барайын деп тұрмын, сенімен бірге. Ендеше кеттік, Рик. Ендеше кеттік. Давайте попкорн аламыз. Жоқ, мен попкорн жемеймін. Маған жай су бере салыңыз. Жарайды, онда бір су бере салыңыз. Сен өзің ешін самайсың ба? Жоқ, кейін ара жатармын. Мінекей, бір су. Аха, рахмет. Ақшасын қашан төлейміз? Шыққаннан соң төлейсіздер. Жарайды, ендеше кеттік. Не? Мынау, сонда? Мына екеу жүр ғой? Мен екеу әлі кездесіп жүрме? Туй, мен бұларға көрсетсем, бұлай қалдырмаймын. Так, маған қазір бір жоспар құру керек. Тезірек ойлану керек маған. Маған ше, бір попкорн әкеп бересің бе? Жарайды, әкеп берейін. Аха, сені күтемін. Қасына бір су ала сал, сен де попкорн алсай? Жоқ, мен попкорн жемеймін. Қазір әкеп берем. Сәлем. Мен сені таныдым. Аха, танысам болыпты. Не мәселемен келіп тұрсың? Енді не мәселе дегенде сол жай. Енді сен жай келмейсің ғой, бір мәселемен келген шығарсың. Я, қасында біреу бар ма? Я, бар. Білем, бол айтпай-ақ қой. Енді мен бір секрет ашу үшін келдім. Білесің ғой, сенің қасында досың бар, я? Қазір сенің қасында отыр. Ой, енді оның секреті бар, ал бірақ саған оны айтқан жоқ. Не? Енді мен оның досым ғой, неге айтпаған? Енді ол ұлдарға айта бермейді. Қазір естіп көр. Қандай мәселе? Енді оның секреті ол бұрында, ол қазірде оны қайталап жүр. Ол, яғни жігіттерді пайдаланып кетеді, басында дос болып жүреді, момын болады, соңында жігіті боласың, сосын солайынан ол сені пайдаланады да лақтырып кетеді. Ол жігіттерді лақтырып кеткен, ол вообще-то аялақ. Білесің ба? Сол енді менің айтатыным. Не, бұл шын ба? Или сен тағы өтірік айтып отырсың ба? Жоқ, мен қандай өтірік айтып отырмын? Маған сенсейші кішкене. Шын ба, мен бұдан ондай нәрсе күткен жоқпын. Керек десең, мен саған дәлел көрсетейін.